Соңғы бөлім. Оны қисайта жатқыз да тазда алдына қой, деп санитарға Медбике даусын қаттырақ шығарды. Ол құсып жатыр. Жұма күндері кешкісін жедел жәрдем бөлімінде әдеттегідей сырқаттарға толы болатын. Бүгінгі күнге толған айдың да әсері тиіп жатқандай. Майклмен бірге ауруханаға келген көршісі ол оянды ма деп сұрады. Ақ халатты санитар Майклдың жанына келіп көз жанарын тексерді. «Я, есін жиып келеді. Сөйлеуге жағдай келгенде оған міндетті түрде төсектен тұруға болмайтынын айтыңыздаршы». Оның басына бірнеше тігіс жасауға тура келді. Біраз уақытқа дейін жағы қатты ауырады. Түсірілген рентген кескінде жарық бар. Тағы күш түскенде сынып кететін еді. Ол есін жимай тұрып шыққан жерін орнына салып үлгіргеніміз жақсы болды, деді. Санитар Майкл жатқан бокстан шығып терезенің пердесін ашты. Майкл көзін ашты. Ол өзін қайда жатқан бірден түсінді. Ол қайта жерге келген, оқиға басталған ауруханада екенін ұқты. Ол бөлімшеде жарқырап жанып тұрған шамның жарығына шағылысқан көзін қайта жұмды. Палата салқын еді. Майкл үстіңе бірдеңе жамылғысы келді. Онысын естіп қойғандай палатаға санитар кірді. Майклдың үстін көрпемен жауып қайта шығып кетті. «Дос, сен ес-түссіз жаттың», деді палатадағы көршісі оның атын білмейтініне қысылып. «Сенің басыңа тігіс салды. Сол үшін орныңнан тұрмағаның абзал», деді Майклдың иығынан қағып. Бокстан шығып кетті. Майкл жалғыз қалды. Оның басынан өткен оқиға шынайы болғандай басы қатып кетті. Мұның бәрі түс болғаны ғой. Бұл түсте өзін жеңген зұлымның, жауыздың айтқаны рас екен. Майкл осы уақытқа дейін жерде, осы ауруханада, ес-түссіз, комада болған. Оның басынан өткізген таңғажайып оқиға шын емес болғанына түңілді. Оның бұл бұрынғы өмір екеніне күйзелгені сонша, тағы да құсқысы келіп кетті. Ол қайта өз өмірінде, жерде. Үйге қайта оралу, орындалмайтын арман, періштелер мекенеде құбыжық айтқандай ертегі. Мұның бәрі жалған. Майкл осы уақытқа дейін ауруханада жатты. Оның көргенінің бәрі қиял. Үйренгенінің бәрі өтірік. Майкл көзін тас жұмып өлгісі келді. Палатаға аға Медбике кірді. Майклды тексере бастады. Дезинфекцияланған иістен оның әтірінің хош иісі ерекше бөлік шығып кетті. Ол басының таңылған бөлігін тексеріп, қолымен сипап көрді. «Майкл Томас мырза, ояндыңыз ба?» «Иә», деп жабырқаулы шаршаған үнмен жауап берді Майкл. «Үйіңізге жинала берсеңіз болады. Біз сіздің жарақатыңызды жуып, тігіс жасадық. Енді бәрі орынша болады. Біздің көмегіміз енді сізге керек емес». Майкл Томас бір нәрсенің өзгергенін түсінді. «Менің жағым мен өңешім ше?» «Томас мырза, оларға зақым келмеген». Мейірбикенің таң қалып қараған көзіне қарап, Майкл жағын қозғалтып, жұтқыншағын ұстап көрді. Шынымен де бәрі дұрыс екен. Түсімде көрген шығарым жарақат. Майкл болған оқиғаны ой елегіне салып, ақырындап өз-өзіне келе бастады. «Мен бұл жерде қанша уақыт жаттым?» «Шамамен 3 сағаттай», деді Мейірбике жымиып. «Төлемі қанша болады?» деді Майкл. «Шотты пәтердің иесі төледі. Сақтандыру қызмет арқылы. Сізге тек кейбір қағаздарға қол қою ғана қалды. Төлем жасаудың қажеті жоқ». «Рахмет сізге, ханым». Мейірбике бөлмеден шығып кетті. Майкл тағы да өз ойымен жалғыз қалды. Бір нәрсе сәйкес келмей тұр. Арада көп күн өткендей сезілгенімен, бар жоғы 3 сағат өткен. 3 сағат. Бұл қалай болғаны? Түстегі оқиға әрине ештеңені өзгерте алмайды.
Бірақ таңғаларлығы оның жұтқыншағы да жағы да сап-сау. Әлде бұл тағы да түс пе екен? Жоқ. Майкл дәретханаға қысылғанын сезді. Маған шұғыл дәретхана қажет. Ол өзі білетін кәдімгі адам кейпіндегі жердегі шынайы өміріне келді. Ақиқатқа келді. Майкл басының ауырғанына қарамай дәретхана іздеуге кірісті. Ол өзінің бұрынғы сырт киімінде екенін байқады. Дәретхана тез табыла қойды. Аурухананың кәдімгі дәретханасында екен. Бір адамдық кабина, қатты дезинфекцияланған, іші тап-таза. Майкл жеңілденіп алды. Ұзақ отырғанына қарағанда өзін көптен бармағандай сезінді. Беті қолын жуып айнаға қарады. Келбетінде бір нәрсе өзгеріс бар. Бұрынғы Майклға ұқсамайды. Өңі жасарып, көзі жанып, ажарланып кеткендей. Мүмкін ауруханада өткен 3 сағаттық демалыс оң әсерін берген шығар. Майкл қарқынды терапия бөлмесінен асықпай шығып келе жатып, өзінің қолда отырған көршісін көріп қалды. Олар қол алысты. Сізге көптен көп рахмет, мырза. Майкл оның есімін білмеуші еді. Мені жай Гэл десеңіз болады, Томас мырза. Көршісі Майклдың халінен жақсы болғанын қуанды. Гэл, осыншама уақыт мені күттіңіз бе? Деп сұрады Майкл. Ештеңе етпейді, мырза. Майкл деп атай беріңіз, деп сөзін бөліп жіберді Майкл. Жақсы, Майкл. Менің көлігім тұрақта тұр. Үйге кеттік. Үй деген сөзді естіп, Майкл көрген түсін есіне түсіріп, мұңайып, ішінде бос қуыс пайда болды. Тамаша ұсыныс, қайтайық, Гэл. Майкл көршісінің шын ниетіне разы болды. Бірнеше қағаздарға қол қойып, Гэлдің артынан тұраққа келді. Үйге жеткенше Майкл көршісінен пәтерінде болған жайтты сұрап алды. Жарақатын айтпағанда, қалғаны өзінің есіндегідей болды. Көршісіне разылығын білдіріп, Майкл өз үйіне бет алды. Есігін әдеттегідей ашып, шырағын қосты да үйге кірді. Үйдің иісі мен түрі әдеттегіден өзгеше болып тұрды. Бөлме шашылып жатты. Теледидар мен ән-саппада өз орнында емес. Бірақ аквариум бүтін күйінде тұр. Аквариумның сынғаны Майклдың нақты есінде еді. Барлығы біртүрлі басқаша болып тұрды. Майкл өзін құдды бір кедейдің үйіне көмекке келгендей сезінді. Не істерін білмей жан-жағына қарап тұрды. Бұл оның үйі емес. Бұндай жерде қалай тұрған? Неге бұл жер өте қараңғы, әрі лас? 3 сағат бұрын бұл үйді өзінікі деп санап еді. Енді басқа әлем адамының үйі сияқты көрініп тұр. Не болып кетті? Майкл бір нәрсені нақты түсінді. Оның қазіргі санасы бұрынғы осы үйде тұрған адамның санасынан мүлдем басқаша. Бұл суырдың інінде түнеуді ойлаудың өзі жайсыз болып көрінді. Майкл шкафтың бір жәшігін ашып ішін ақтарды. Одан оның несиелік картасы шықты. Бұрын ол бұл картаны ешқашан қолданбаймын. Несиені есесімен төлеу ақымақтық. Оның үстіне әдемі өмір сүруге зауқым жоқ деп айтушы еді. Майкл әмиянында $1 ақшасы барын көріп, картасын салып алды да өзі киімдерін жинай бастады. Жинап болған соң жарығын сөндіріп пәтерден шығып кетті. Қалған заттары мен балығын алып кетуге қайтып келетін және өзінің міндетті түрде дәл қазір жұмыстан шығатынына серт берді. Жолда келге кіріп, кенет полиция қызметіне анықтама беру үшін қажет болса өзін қайдан табуға болатынын ескертіп шығып кетті. Майкл такси тоқтатып қаланың қолайлы ауданының қонақ үйінен орын алды. Әдемі жиһазбен, жарық шамдармен көмкерілген вестибюльді көріп көңілі жай тапты. Бұл енді үйге ұқсайды. Ертең өзінің қабілетіне сай жаңа жұмыс тауып, жақсы пәтер жалдаймын деді. Майкл лифтіге өтіп бара жатқанда қасындағы кісілер оған көз алмай қарады. Майкл оларға позитивті, тартымды көрінді.
Адамдар оны көргенде танымал адамды көргендей, әлде кино жұлдыз көргендей болды. Қонақ үй бөлмесінің керуетінде жатып Майкл не болғанын түсінуге тырысты. Сондай керемет сезімде жүр, жаны тыныш. Ол өзінің ертең жаңа жұмыс табатынына сенімді болды. Және өзінің жұмыс мансабының жоғарылайтын жаңа кездесулер, жаңа танысулар болатын туралы армандап та кетті. Кенет баяғы өзін тастап кеткен ғашығы Шерли туралы есіне алды. Бірақ бұрынғыдай жүрегі ауыру абыржыған жоқ. Бұрынғыдай өкініште, өзіне деген аянышты сезімде жоқ. Жабырқауды су сепкендей басылып қалған. Майкл өзінің сол үшін көңілсіз күйде жүргеніне ызасы келді. Неге өйттім екен? Шерли келісім шартымызды келіскендей орындады. Карманы үзді. Мен де ол сияқты орындауға міндеттедім. Мәссаған. Мен не деп кеттім? Бірақ бұл шындық қой, деді іштей. Майкл 3 сағат бұрын мұндай істі өлсе де жасамас еді. Ол телефонын алып, өзінің жатқа білетін нөмірін тере бастады. 1-ші гудок, 2-ші. Сосын «Алло» деген жағымды дауыс естілді. Шерли? Майклға оның дауысы ұнайтын. Майкл, деді Шерли жақтырмай. Сәлем, жағдайыңды білейін деп хабарласып тұрмын. Менде бәрі жақсы. Майкл, бұл шынымен сен бе? Сені танымай тұрмын. Біздің арамыздағы қатынастың үзілгенін, саған шын жүректен бақыт тілейтінімді айтайын деп хабарласып едім. Сен өте жақсы қызсың, және жақсы адамды кездестіруге лайықсың. Майкл, расымен сенсің бе? Мен ғой? Басқа қыз таптың ғой деймін. Басқаша сөйлеп тұрсың ғой. Жоқ, Шерли, рас айтам. Жай, бәрі жақсы екен. Саған тек арманның орындалуына тілектес екенімді білдіруге хабарластым. Сенімен өткізген әр сәтімді бағалаймын, және сен де мен туралы жақсы ойда боласың деп үміттенемін. Майкл, саған не болған? 2 ауыз сөзбен жеткізу қиын. Мүмкін кейін айтып берермін. Сау бол. Майкл, мүмкін біреу ойнап тұрған шығар? Майкл тұтқаны қойды. Жаны жай тапқандай жеңілдеп қалды. Ол осы өмірінің бір парағын сәтті жапқанына қуанды. Бір іс біткендей сезінді. Алайда Майклдың өзіне мұның бәрі біртүрлі болып көрінді. Бір нәрсе өзгерді. Ол бұрынғы Майклдың мінезіне жатпайтын істерді жүзеге асырып жатты. Қызық. Мысалы, қазіргі сәттің ләззатын тәнімен сезініп, қонақ үйдің күніне $100 нөмір алғаны жайында ойланғанда жоқ. Бұрын өлсе де ондай іске бармас еді. Әрі өзінің жаңа жұмыстан тапқан ақшасына қонақ үйге кеткен төлемді толық төлейтініне сенімді болды. Бірақ ол әлі жұмыс іздемеген еді. Иә, бұл бұрынғы Майкл емес. Қазіргі Майкл өз-өзіне сенімді. Ғаламның қалай жұмыс істейтінін білетін Майкл. Ол өміріне разы адамға тән керемет сезімдермен қайта туғандай. Бір кезде Майкл денесінің вибрациясын сезді. Оның нені білдіретінін түсінгенде есікке қарай бет алды. Есікті ашқан сәтте оның досы Джон есікті қағайын деп қолын көтерген сәт екен. Сәлем, Джон. Майкл досын құшақтай кетті. Сен менің келетінімді қаяқтан білдің? Деп сұрады аң-таң болған досы. Интуиция шығар. Кірсеңші енді. Сені табу оңай болған жоқ. Пәтеріңнің тоналғанын естіп, кешкі ауысым аяқталысымен саған жеттім. Көршің сені қайдан табуға болатынын айтты. Қалың қалай? Басың қалай? Неге пәтерден қонақ үйге кетіп қалдың? Не істеп жүрсің өзі? Майкл сұрақтың астын алған досын мен тоқтатып күлді. Джон, тәуірмін. Пәтерге келетін болсақ, ол суырдың іні мен үшін емес. Жұмысымда ұнамайды. Бұны екеуміз де білеміз. Джон досының айтқан сөзіне аң-таң.
Ол әйтеуір бір күні Майклдың өз өмірін қолына алатынына сенетін. Бірақ осылай бірнеше сағатта күрт өзгереді деп ойламапты. Майкл, не болды өзі? Сені ауыстырып қойғандай өзгеріп кетіпсің. Білем, қалай екенін түсіндіре алмаймын, бірақ нәтижесін өзің көріп тұрғандай. Болып жатқан қазір өзгерістер өзіме қатты ұнайды. Энергиям артып, өмірлік жоспарларым да көбейді. Джон досының сөзін білмей тыңдап отырды. Саған сусын құяр едім, бірақ нөмірді алғаным жаңа ғана. Мүмкін төменге түсіп кескі ашып алса қалай қарайсың? Мейрамханада ма? Иә, өзім төлеймін. Жүр. Джон досына көзін алмай қарап қалды. Әй, сені ауыстырып қойған ба? Тіпті танымай тұрмын. Екі дос нөмірден шығып қонақ үйдің мейрамханасында отырды. Майкл көп нәрселер айтты, бірақ түсі жайлы үндемеді. Джон үнсіз досын тыңдаумен болды. Досы Шерлимен сөйлескені, жұмысын өзгерту жоспарлары, өміріне деген жаңа көзқарас туралы көп айтты. Ол ақиқаттың қашанда жеңетінін, кешірім мен адалдық өмірде жанға тыныштық беретінін айтты. Бұрын мұндай әңгімелерді естісе, Майкл кірпідей жиырылатын. Енді өзі айтып отыр. Тағдырдың бергенін тек қабылдап қана қоймай, өміріңді өзің өзгерте аласың деп түйіндеді. Джон досының сөзіне, ісіне таңырқап, аузы ашылған күйі әлі тыңдап отыр. Джон психология лекциясына келгендей болды. Алайда досының әр сөзі жанына майдай жағып барады. Майкл енді әкелінген тәттіні жеуге кірісіп дамыл тапқанда, Джон, Майкл, сенде клиникалық өлім, немесе білмеймін, сол сияқты бірдеңе болмады ма? Джон шын сұрап отыр. Өйткені бұрынғы Майкл өзін еш бағаламайтын. Ол проблемаларын түйедей үлкейтіп, шешуге тырыспайтын да. Жоқ, Джон, ол клиникалық өмір, деп достар күлді. Ойын-ойынмен Майкл не болғанын өзі де түсінгісі келді. Ол өзінің көргені шынайы екен мойындауға дайын емес еді. Бірақ оған енді өмір сүру әлде қайда жеңіл, және өзіне ұнады. Джон досының жанынан кеткісі келмеді. Майклдың энергиясы өзіне магнитше тартып тұр. Ол да жұмысын ауыстырам деп шешті. Майкл Джонның бұдан да жақсыға қол жеткізе алатынын айтқанда, оның өмірге көзқарасы өзгере берді. Жақсы көңіл күй қашанда жұқпалы келеді ғой. Достар қол алысып қоштасуда. Майкл досын жылы құшаққа салып, қайырлы түн десті. Джон бұрын Майклдың құшақтағанын көрмепті, тағы таң қалды. Бұған не болды өзі? Бірақ осындай досың болғаны қандай керемет. Майклдың адамдарға деген мейірімі мен махаббаты ашылғандай. Ешкімді жазғырмайды. Тек бақытты күйде жүр. Қалай ғана түбегейлі өзгерді. Бөлмесіне жетіп, керуетке жайғасты. Періштелер әлеміне саяхат жасағаны шын ба, өтірік пе? Егер шын болса, жерге неге қайтып келді? Бірдеңе дұрыс емес. Бірақ бір мезгілде оған интуициясы мен тәні белгі бергендей болды. Майкл орындыққа отырып үйреншікті болмаса да, көзін жұмып екі қолын алдына созып салтанатты түрде, рухымның атынан қазіргі сәтте не білуім керегін көрсетуді сұраймын. Ештеңе түсінбесем де, саяхат жасадым деп сенем. Майкл көзін жұмып үндемей отырды. Бір кезде жап-жарық болып кетті. Майкл өлшем аралық қақпадан тек оған арналған кеңістікке өтті. Бұл Майкл Томас медитация арқылы рухпен сөйлесу үшін енді жиі келіп тұратын ішкі ғибадатхана еді. Ол ашық кеңістікте қалқып бара жатты. Дәл алдыңғы түсіндегідей күйге түсті. Бірақ бұл түс емес қой. Әлде түс пе? Жоқ, түс емес, Майкл Томас.
Ақ періштенің дауысы. Майкл көзін ашқысы келді. Бірақ ашса бұл кеңістен шығып кетем бе деп қорықты. Ақ періште. Бұл сананың басқа күйі немесе өзгертілген ақиқат. Осы шындықтың қайсысы шын болып тұр, Майкл? Ақ періште, деп қуанып кетті Майкл. Айта бер, ақ жүрек Майкл. Дауысыңызды естігеніме қуаныштымын. Майкл қатты қобалжып тұрды, қуанғаннан алақайлап. Ақ періште, түс болмаған екен ғой, мен білдім, деді. Бұл түс болған жоқ, Майкл. Ендеше неге сендердің жандарыңда емеспін? Менің қателігім неде? Майкл, көзіңді аш. Мұнда бір топ жиналып тұр. Майкл қорқа көзін ашты. Майкл медитация күйінен шықпаса да өлшемаралық қақпа жабылған жоқ. Аппақ жарықта лотос позициясында қалқып тұрды. Бұл кеңістік. Ақ періште, махаббат періштесімен алғаш кездескен орын еді. Майклды айнала сәл төмендеу қатарда 7 болмыс ақырын формаға айналып келе жатты. Майкл әрі қарай не болатынын білетін сияқты. Қуаныштан жүрегі жарылып кете жаздап тұр. Сонымен 7 бозғылт бұлттың қанық түстерге боялып, өз формаларына енді. Көк, қызғылт, жасыл, күлгін, қызыл, ақ, алтын түстер болды. Аралары бірдей арақашықтықта тұрған кішкентай бұлттар ақырындап үлкейіп, кеше ғана ойнап күлген періштелердің формасына енді. Майкл оларды көргеніне қатты қуанды. Оның достары осында. Майкл бұрынғыдай бір уақытта 2 жерде болды. 7 періште Майклға салтанатты қарсы алу ырымын жасап, қолдарын көтеріп Майклдың ғибадатханасында біраз уақыт қозғалмай тұрды. Бірінші болып алтын түсті періште сөйледі. Ақ жүрек Майкл Томас, біз сені көргенімізге қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын, деді Майкл шын ниетімен. Не білгің келеді, Майкл? Жерге неғып қайтып келгеніңді ме? Деді алтын. Ақ періште. Ең бірінші айтқан өтінішіңді есіңе түсіргің келмей ме? Деді сұраулы жүзбен. Мені жақсы көргенін қалаймын. Барлық жерде махаббат болса екен. Өмір тыныштыққа толса екен. Жанталасып жүрмесем екен. Ақша туралы ойламасам екен. Мен бостандықта болғым келеді. Жалғыздықтан шаршадым. Ғаламдағы басқа тіршілік иелеріне де қажет болсам екен. Өмірімнің мәні бар екенін білгім келеді. Сіздер қалай айтушы едіңіздер? Көкте өз мақсатымды орындағым келеді. Тәңір жоспарларының бір бөлігі болғым келеді. Мен адам болғым келмейді. Мен сен сияқты болғым келеді, дегені Майклдың есіне түсті. Сосын көк періште, Майкл Томас, өміріңе қараш. Сенде енді интуиция картасы бар. Ол сенің тыныштығыңды сақтап тұрады. Түсінген шығарсың. Рух уақытында бәрін орындайды. Майкл көк періштен айтқан сөзінің жаны бар екенін түсінді. Ол қазір жұмыс іздеу мәселесі жөнінде уайымдап жүрген жоқ еді. Майклдың жол нұсқайтын картасы бар еді. Сосын сөзге қызғылт періште қосылды. Сенің жоғарғы вибрациядағы күшің мен құралың осы планетадағы қоршаған ортаның ықпалында тепе-теңдікті ұстауға көмектеседі. Сосын сенде жолыңда тұрған кез келген негативті жоя алатын күш бар. Майкл қызғылттың рас айтып тұрғанын білді. Оны шынымен бұрынғы өмірлік драмалары мазаламайтын. Шерлиге қатысты эпизодтың өзі санасынан өшкен. Енді сөз кезегін жасыл періште алды. Биологиялық жүйең саған сол қажетті бостандықты береді, Майкл. Қазір сенің тәнің даналық пен білімге толы. Рас, Майклдың тәні денсаулығы бұрынғы күймен салыстырғанда келмейді. Әрі ол сол тәнін қалай машықтау керегін де біледі. Жасыл мықты ұстаз болды.
Күлгіннің кезегі келді. Енді сен жаратушы жоспарының бірі болдың, Майкл. Сенде мақсат пен жауапкершілік бар. Енді тағдырыңды өзің құрайсың, және ол туралы уайымдаудың қажеті жоқ. Сен жанұяңның ортасындасың. Майкл күлгіннің айтқан сөздері рас екенін түсініп тұрды. Ол расында да келешегін уайымсыз құратынын біледі. Майкл өзінің жанұясы қолдайтынын біледі. Әрине, өз уақытында. Қызыл періште. Майкл, енді сен бұрынғыдай болмайсың. Ешқашан. Ниетің сені түбегейлі өзгертті. Бұл да рас. Майкл ешқашан артқа қарай алмайды. Ол өзгерді. Тіпті пәтері бөтен біреудікі секілді. Ал ескі киімдерді мұқтаж адамдарға беру керек деп шешті. Майкл өзгерді. Сөз кезегін тағы ақ періште алды. Майкл, сен жаратушының мінсіз бөлшегісің. Сені бәрі шексіз жақсы көреді. Әрі сен де айналаңдағыға сондай махаббатты бере аласың. Дегенмен саған тағы бір басты қасиетті үйрену керек. Ол қалай сонда? Неге ақмағаналығы жұмбақтап айтады? Сөз кезегін алтын түсті періште алды. Майкл, сен періште сияқты болғың келеді деп едің. Сен менің үйімде не үйрендің? Сен жаратушының бір бөлшегісің. Планетаға ең жоғарғы вибрация таратушысың. Жаратушының нұры түскен, ешкім біле білмейтін адам кейпіндегі періштесің. Майкл періште сияқты болғың келеді дегенде өзінің періште екенін білмеп еді. Сөйтіп бәрі бір ауыздан Майклға осы жердің бәрі үй деген ойды жеткізді. Бұл жерге түскен себебің осы жерге сұрануыңда еді. Бұл сенің туған үйің. Сен планетаға пайдаңды тигізе аласың. Сұрағаныңның бәрін алдың. Сен жарық күшінің сарбазысың. Мәри сияқты жаратушысының толқынын бере аласың. Сен құбыжықты жеңіп, алтын түсті қабылдадың. Сен ғасырлар бойындағы даналықты алдың. Бәрі айтылмаса да, Майкл әрі қарай әңгіменің не туралы болатынын біліп тұрды. Періштелер формасынан кішірейіп, түрлі түсті бұлттарға айналып, жақұт тәрізді жарқ етіп керемет құбылысқа ие болды. Жарқырап, түсі ауыспалы бұлттар керемет көріністе суреттеліп тұрды. Майкл періштелердің кеңесіп жатқанын түсінді. Біраз уақыттан соң олар бір ауыздан: Майкл Томас, бүгін біз саған жаңа есім береміз. Біздің әлемімізге саяхатқа келгенде сен бізге ақ жүрек Майкл Томас есімімен танымал едің. Сен енді адамда, періште де емес, жоғары толқынды жансың. Енді сенің есімің қазіргі Майкл. Бұл есімді қазіргі сәт толқыны бар. Бұл есім біз бере алатын мақтаулы есімдердің бірі. Майклға бұл есім күлкілі естілді. Бірақ періштелер оның жаңа толқынына таңырқай, шын ниетпен айтып тұрғанын ұқты. Керемет бұлт одан әрі жарқырап, алмаздың формасына ие болды да, Майклдың төбесіне көтеріліп, жарық сәулеге толтырды. Бұл сәулеге шомылған Майкл жаратушының бөлшегіндей керемет күйде болды. Оның әр жасушасы ләззатқа бөленді. Бүкіл тәніне сәттілік пен шүкіршілік дарыды. Кенет Майкл қонақ үйге қайту керегін түсінді. Періштелер тағы бір жолдау айтқалы жатқанда, Майкл өз бөлмесіндегі позжада отырған күйіне қайтып жатты. Ал оның құлағына: қазіргі Майкл, сені бәрі қатты жақсы көреді деген естілді. Керемет. Періштелер әлеміне саяхат жасағаны рас. Барлық алған білімі, қасиеттері өзінде қалды. Қызық. Жерде осындай жағдайда қанша адам жүр екен деп ойлады Майкл. Майкл әбден шаршады. Ол душта тұрып ұйықтап қала жаздап, кереуетіне әрең жетті. Келесі күні Майкл жаңа өмірге дайын болды.
Ол балконға шығып, жан-жағына қарады. Ешқандай шектеу жоқ. Не істегісі келсе де өзі біледі. Майкл көп қасиеттерге ие болғанын білді. Нені игеру керегін де білетін. Іштей ескі толқында жүрген достарына өз энергиясымен көмек беру керегін түсінді. Ол асықпады, әрі уайымдаған жоқ. Оның ішінде махаббат пен ғасырлар даналығының түсінігі бар еді. Жұмыс табу ол ойлағаннан да оңай болды. Үлкен компанияға білікті, әрі адал сату агенті қашанда қажет. Ал Майкл ол қасиеттерге ие. Оның әр сөзі мен қимылы соны көрсетіп тұрды. Ол өзіне жаңа киім алып, деңгейін жоғары ұстады. Майкл ірі компаниялардың бірінің офисіне келіп, вакансия жоқ деген нұсқауға қарамай, өзіндей маман оларға керек деген сеніммен кірді. 10 минут өтпей ол сол компанияның қызметкеріне айналды. Майкл өзінің жаңа болмысымен бірлесе бастады. Ол өз үйінде деген сенім оның санасына ақырын ене бастады. Жаңа жұмыс оған тұрақты кіріс беретінін біліп, өзіне үй қарастыра бастады. 3-ші күні таңертең душта тұрғанда оған бір ой келді. Ақ періштенің айтқан сөзін Майкл енді түсінгендей. Саған енді басты қасиетті ашу керек, деген еді. Майкл оның не айтқысы келгенін енді түсініп, көзіне жас алды. Ол қасиеттердің ішіндегі ең ұлысы, ондай қасиеттегі адамдарға ғана беріледі деп еді. Майкл оны ол кезде түсінбеді. Енді түсінді. Оған алдында қаншама жол ашылатынын түсініп, душта тізерлеп отырып алғысын жаудыра бастады. Майкл ол қасиеті ашылса не боларын түсінгенде қуанғаннан жүрегі дүрсіл қағып кетті. Осы жерден біз Майкл Томаспен қош айтысамыз. 3-ші көзі ашылған Майкл түйсігі, яғни қолындағы картасы оған дұрыс жол сілтейтін, ішкі ақиқат семсері қараңғылықта жарық көрсететін, жоғарғы вибрациядағы жүрегі қажет кезде фа нотасын айтатынын біледі. Махаббат үйінде көрген көрінісі Майклдың жүрегінің әр жасушасына сақталып қалды. Адамдар арасында күтіп тұрған махаббат атты қасиетті күшті табу. Қазіргі жаңа Майклға ешкім бөгет бола алмайды. Майкл ізденісі сәтті болатынына 100% сенімдеді. Майкл онымен бір палатада тұрып, бөлек жүре алмайтын, бір-біріне магнит сияқты тартылатын, екеуінің арасында мықты контракт құрылған, өзінің шынайы махаббатын табуға сый ретінде екінші мүмкіндігін алғанын түсінді. Майкл қызғылт шашты, ақ құба өңді, көкшіл көзді ғажап қызды іздейді. Сүйіктісінің жердегі есімін білмесе де, ол оған еш кедергі емес. Элланидің энергиясы оның рухының қараңғылығындағы доп сияқты. Енді өмірге келетін сәбилері туралы ой оның өмірлік гүлін тез табуға ықпалын тигізеді деп сенді. Адамзат тыныстайтын ауа, рухани ізденіс пен махаббаттың энергиясымен электрленген. Майкл оны міндетті түрде тауып алады, және оны тапқанда көзінің қарашығындай сақтайды. Сосын оның хош иісіне өмір бойы шомылып құшақтап, Құдай берген табиғи сұлулығына тәнті болады. Ол да Майклды іздеп тапқанын күтуде. Періштелер Майклдың мақсатына жететініне нақты сенімді болып жымиды. Өйткені Майкл Томас шын мәнінде үйде еді. Арада көп жыл өтті. 7 періштенің үйіне саяхат жасаған Майклдың түбегейлі өзгергенін көрдік. Өзінің негізін таныған Майкл жұмыс табуда қиын болмағанын білдік. Бос орын жоқ дегеніне қарамастан, сеніммен барған Майкл үлкен компаниядан жұмыс тауып шықты. Періштелер әлемінде ие болған құрал сайманы Майклдың бойында еді. Ал жасыл құбыжық жерде өмір сүріп жүрген Майклдың қыр соңынан қалмады. Ал Майкл оны білетін, сондықтан құбыжықты үнемі тәрбиелеп, өзін басқаруға еш мүмкіндік бермеді.
әділ, сөзі өткір, өзіне сенімді Майклға ел сенетін. Не құдірет екенін өздері түсінбеді. Бірақ онымен тілдескен адам Майклмен сөйлесе бергісі келетін. Майклдың энергиялық аурасы тамаша еді. Майкл сүйіктісі Эллениді таба алды ма? Қашан, қалай тапты? Крайонның баяндаған әңгімесін назарларыңызға ұсынуды жөн көрдім. Майкл Томас алғаш тапқан жұмысында көп жыл қызмет етеді. Тасы өрге домалап, қызметі тез көтерілді. Майклдан бөлінген жап-жарық энергия компанияға да әсерін беріп, компанияның да жұмысы қарқынды жүріп, үздік атанды. Бірақ көпке ұқсамайтын адам кімге ұнай қойсын? Майклды жұмысында ұнатпайтын, аяғынан шалуға дайын жүретін адамдар болды. Сол жандардың бірі Майклдың басшысы еді. Майклдың ісінен тырнақ астынан кәріздей беретін, тіпті күн көрсетпейтін. Алайда Майкл оның себебін білетін. Басшысы қанша соққы берсе де жауап қатпады. Тек оңашада басшысына жап-жарық энергия жіберіп, ойын өзгертуін тіледі. Бастығы тиісіп, аузына келген бұлапыт сөзін боратқанда, бес үйдегі бет жүзі жұмбақ қалған келісім шарттары енді орындалуы тиіс. Топтас рухтың бірі екенін білетін де үнсіз жымиятын. Бірде Майкл сол бастықтың кішкентай қызы көлік астына түсіп, комада жатқанын естіп қалады. Кішкентай сүйкімді қызды бір-екі рет көрген еді. Майкл баланың ауыр жағдайында жатқанын естігеннен кейін өзін қоярға жер таппай кетті. Қатты аяды, көмек бергісі келді. Алайда өзін иттің етінен жек көретін адамға барып қызына көмектескісі келетінін қалай айтсын? Әрине, дүрсе қоятынын айтпаса да түсінікті. Майкл кішкентай қыздың рух әлемінде бір отбасынан екенін түсінді. Шіркін, кішкентай жатқан палатаға кіре алсам ғой. Менің періштелерім көмек берер еді деп армандады. Еш шу шықпайтындай, соңы әділ аяқталу үшін не істеуім керек деп түйсігінен сұрады. Жауап келген соң ойланбады. Бірден ауруханаға бет алды. Майклдың алдынан аурухананың аға медбикесі шықты. Емделушілерге кіретін уақыт аяқталды. Сіз туысызсыз ба? Деді Майклға. Иә, біз бір отбасынанбыз деді. Медбике оны ішке кіргізді. Майкл аурухана дәлізімен келе жатып төменгі энергияны сезді. Адам қай жерде болмасын, өз энергиясының бір бөлігін сол жерге тастап кетеді екен. Күту залында ешкім болмаса да, бір кездері сол жерде болған. Туысы қайтқаннан кейін қайғырып жылаған адамдардың жан қайғысын сезді. Аурухананың энергиясы тым ауыр еді. Күрсінген, мұңайған, қайғырған, жылаған энергиялар барлық бұрышта болды. Өзі қиналып жатқан кішкентай қаншайымға мына төменгі энергия әсер етпей қоймайды. Оған жоғары жарық энергия қажет деп Майкл жүрісін тездетті. Түйсігі алдамады. Қаншайым жатқан палатаны бірден тапты. Жан тәні шуақ шашқан Майкл Томас қаншайымның жүзіне қарап тұрып, балапан, әлі ерте, асықпа, сен жерге керексің деп күлімдеді. Одан кейін өз басында болған оқиғаны айтып берді. Дәл осылай ес-түссіз жатқан, қасына әппақ періштенің келгенін, тілдескенін, бәрін айтып берді. Кішкентай қыздың көзі жұмулы жатса да, Майклды еститін түйсігімен біліп тұр. Ояна ғой, көзіңді ашып ішіңдегі ғажайыпты таны. Жерде қалам деп шешсең, жасың ұзақ болады. Әрі айналаңа пайдаң тиеді. Сен отбасыңа, бізге, бәріне керексің. Жерге керексің, деді. Майклдың бұл ісіне періштелер сүйсініп қарап тұрды. Ғажап әуен естіліп, бөлме түрлі түске енгендей болды. Майкл кету керегін сезді. Ол кетіп бара жатып кішкентай қыздың жүзіне қан жүріп, саусақтары қозғала бастағанын көрді. Қызға қосып қойған медициналық аппарат шиқылдап,
қиқылдап түрлі дыбыстар шығара бастады. Майкл жылдамдата шығып кетті. 2 күннен кейін жұмыста бастығының қызы ғайыптан жазылып кетіпті. Бұндай да болады екен-ау, ғажайып. Комадан тұрыпты. Ас ішіп оңалып келеді екен, деп сөз желді есті. Бәрі басшыларын құттықтап жатты. Сол күні бастығы Майклмен сөйлескісі келетінін айтыпты. Алайда кабинетіне шақыртпады. Өзі келді. Майкл, саған сұрақ қояйын. Тек шыныңды айтшы, жарай ма, деді. Мен ешқашан жалған сөйлеген емеспін, деді Майкл. Бастығы осы күнге дейін Майклға істеген опасыздығына қысылып тұрғаны сезілді. Сосын, Майкл, сен қызым жатқан ауруханаға бардың ба? Иә, немесе жоқ деп жауап берші. Майкл басы бәлеге қалды деп түсінді. Өзі де жұмыстан кеткісі кеп жүреді. Енді кетуге себеп табылды. Жақсы болды, деді өзі іштей. Иә, бардым. Бастығы көзін төмен түсірді. Екеуі біраз уақыт үнсіз тұрды. Майкл түсінбей бастығынан көз алмай қарап тұр. Бір мезгілде басын көтерген бастығының көзінен жас моншақтап төгіліп жатқанын байқады. Қызым, палатаға шашы қоңыр, жүзі алтындай жанып тұрған аға келді. Ал оның арт жағында кемпір қосақтай барлық түсі көрінді. Ол маған бір қасиет пе, әйтеуір ғажап бір зат дарытты. Ұмытып тұрмын. Әке, ол адамды іздеп көрші. Ол мені аман алып қалды. Әрі оның қасында өзімді керемет сезіндім, деді. Деп бастығы Майклға қарады. Екеуі тағы үнсіз. Көз жасын сүрткен басшысы, рахмет, бауырым. Мыңда бір алғыс саған, деді де шығып кетті. Майкл ақ періштемен Мэриден үйренген махаббаттың 4 белгісін қолданғанды. Махаббат үнсіз келеді. Махаббат даңғойлықпен мақтануды білмейді. Махаббатта талап, міндет болмайды. Және махаббат осы 3 қасиетті әдемі үйлестіре қолданылады. Майкл сол күні кішкентай қызға барып көмек бермегенде қаншайым өліп кетер еді. Сол оқиғадан кейін бастығы Майклға тиісуді қойды. Мүлде мазасын алмайтын болды. Алайда Майкл бұл жұмыстан кету керегін түйсігімен сезді. Жұмысын ауыстыруға 2 себеп бар еді. Біріншісі, бастығы және оның қызымен араларында келіскен келісім шарт орындалды. Миссия бітті. Ендігі мақсат сүйіктісі Элленимен жолығу. Мына жұмыс жақсы болғанымен отыра берсем Эллениді мүлде кездестірмей қалуым мүмкін. Не істесем екен, деп ұзақ ойланды. Сосын әкем сияқты кәсіпкер, фермер болайын. Қолымнан келсе тамаша. Келмесе тәжірибе деп әкесінің жолын таңдады. Бала күнде әкесіне көп көмек берді. Трактор жүргізе алады. Дақылдар мен көкөністерді жылдың қай мезгілінде қалай егу керек, және күтіп баптау құпияларының бәрін білетін. Сөйтіп Майкл Томас өмірінің жаңа парағын ашпақ болып бұрынғы жұмысынан шығу туралы арыз жазады. Алайда компания басшылары Майклдай қызметкерден айырылғысы келмеді. Жұмысқа кірерде тек бір рет көрген бас директор шақырып алып, алдымен айлығын бірнеше есе көтеретінін айтты. Оған көнбеген соң компания үлесінің бір бөлігін беріп тұратынын айтып тағы жібергісі келмеді. Бұл әңгімелердің бәрінен Майкл осы жылдар бойы алданғанын түсінді. Егер жұмыстан кетем демесе, бүгін білгендерінің бәрін де білмес еді. Директор ондай ұсыныс айтпас деді. Майкл ештеңеге қарамады. Қолды бір сілтеді де есікті жапқан күйі оралмады. Тек баяғы кішкентай ханшайымды ғана қимады. Одан кейін де қызды көрді ғой. Бірақ Майкл сол күні өзі барғанын тіс жарып айтпады. Ал кішкентай қыз Майклды көрген сайын періште көргендей қозғалмай бір орында қатып қалатын. Майкл ханшайымның жүрегінде мәңгі қалды.
Тәуекел, деп Майкл ісін бастап кетті. Ол өсімдіктердің өсуіне арналған тұқымдар мен биологиялық заттардың барлық түрі, химиялық заттар, топырақ компоненттерін алып сату кәсібін бастады. Әрі ол сәтімен іске асты. Фермерлер Майклды жылы қабылдап, оның абыройы күн санап арта берді. Бірде хатшы қыз: «Майкл мырза, тыңайтқыш сатумен айналысатын адамдар келіп тұр. Прайсына келсін деген едіңіз ғой», деді. Бүгін жұмыстың көбінен Майкл шаршап отыр еді. Әрі күніне кездесуге кемінде 20-30 адам келетін. «Жарайды, мырзаға кіре берсіндерсіз», деді шаршап отырып. «Кешіріңіз, мырза емес, ханым келіп тұр». «Жақсы, есімі кім?» «Анна». Дәл сол сәтте Майклдың денесі тоғырып кетті. Бір суып, бір ысыды. «Шаштары қызғылт түсті емес пе?» деп сұрай жаздап барып тоқтады. «Майкл мырза, бәрі дұрыс па?» деді таңғалған хатшы. «Иә, кірсін». «Иә». Көптен күткен сәт. Бөлмеге періштелер еліне саяхат жасағанда көрген сүйіктісі Эллен кірді. «Мәссаған». Майкл іштей қобалжып тұрып күліп жіберді. Ауыл шаруашылығы ісінде кездестіреді деп кім ойлаған? Тыңайтқыш сатушысы. Кім ойлаған? Әй, қатырасыңдар. Майкл әлі күліп отыр. Оған қоса 7 періште бірге күлді. Ақшасына қызығып бұрынғы жұмысында қалып қойса, оны ешқашан кездестірмес еді ғой. «Сынақтың түрін тауып алыпсыңдар, деп періштелерге қарап қуана күлді Майкл. Эллен кейін Майклды басында көргенде есі ауысқан деп ойлағанын айтып берді. Екеуі бір-бірін сүйді. Той жасап, Майкл сүйіктісімен фотоға түсіп, үйінің қақ төріне іліп қойды. Ол сурет өзіне қымбат әке-шешесінің суретіне ұқсады. Ұқсатты дейікші. Өзіне қымбат суретті қалай жоғалтып алғанын біз білеміз. Бұл күні ұшырып кеткен еді ғой. Майкл Элленге періштелер мекеніне саяхаты жайлы қатты айтқысы келді. Бірақ сенбей ме деп қорықты. Алайда түйсігіне жүгініп, ақыры айтпақ болады. Эллен бірнеше сағат тапжылмай тыңдады. Бір күлді, бір жылады, бір мұңайды. Сөйтсе, Эллен тегін қыз емес екен. Періштелер еліне саяхат жасамаса да, рухани тұрғыда ізденіп, неше жылдан бері өзін зерттеп жүрген жан екен. Періштелерден ақпаратты түс арқылы алатын көрінеді. Оған да Майклмен кездесетіні жайлы аян берген екен. Бірақ өмірлік жарым тұқым сатумен айналысады деп еш ойламаппын, деп рахаттана күлді Эллен. Майкл да 7 періштеде қосыла күлді. Жаратушы екеуіне алдымен қыз береді. Оған Вайолет, күлгін деген есім береді. Бұл құрметке қуанған күлгін кішкентай ханшайымның түсіне жиі еніп, ғажап әңгімелер айтып беретін. Вайолет өскен соң түсіне үнемі күлгіннің енетінін айтты. Күлгінді Вайолеттің кіндік анасы етеді. Көп ұзамай дүниеге ұл бала келеді. Есімін Ред, қызыл деп қойды. Тамағын шашып ішетін Реджан деп күлетін Майкл. 3-ші ұлдың өмірге келетін екеуі де білді. Сөйтіп өмірге Майклдың аузынан түскен аумайтын сары бала туылады. Оған Майкл Томас деген есім қояды. Осымен Майкл туралы романымыз расында аяқталды. Айтпақшы, ұмытып барам. Бір күні түнде Майкл бөлмесінен кемпір қосақтай түрлі түс беріп жатқан 7 періштені көреді. Ақ жүрек Майкл, саған сыйымыз бар, жүр, деп бөлмеден шығып кетеді. Майкл олардың соңынан жүреді.
Майкл мен Эллени екеуі тойда түскен фотосының қасында ата-анасының суреті пайда бопты. Періштелер уақытша алған суретті қайтарып күлім қағып тұрды. Бұл романды оқыған оқырман өмірде бұлай болуы мүмкін емес деуі мүмкін. Ал біз, періштелер, бәрі сен ойлағандай емес дегеніміз келеді. Ғажайыпқа сеніңіз. Ғажайыптар міндетті түрде орындалады. Бұған біз кепілдік береміз. Сәлемнен Крайон. Оқыған Эшка.